күйеуімен бірге өмір сүріп жүріп, жеке өзіне қаражат керек болып қалып, оны күйеуі тауып бере алмай қалса, сол күйеуінің жағдайына қараудың орнына керісінше бұл мені асырай алмайды, баға алмайды деп сотқа шағымданып, бір шаңырақтың астында жүріп, алиментті өндіріп алып жатқан әйелдер бар екен. Маған біраз еркектер жазып жатыр, менің 3, 4, 5, 6 балам бар, мен әйеліммен бірге тұрамын, бірақ сол әйелге алимент төлеймін. Ай сайын сол алиментті әйелім алып, қалтасына салып, өзіне жұмсап, көшеге шығып қаңғырып келеді деп жазып жатқан. Осындай сорлылықты қолдан жасап алатын әйелдер сол ақшаның 25%-ын ортадағы сот орындаушының алатынын, басқа біреуге далаға кетіп жатқанын сол ақшаның біле тұра, ол менің балаларымның несібесі деп қалай ұялмай айтасыңдар? Сол балалардың әкесін жылатып, жағдайына қарамай қинап тұрып алған ақша, ол балалардың ешқандай несібесі емес. Ол сенің 200-ділігіңнен келген арам ақша. Сол пайдаланған ақша өзіңе де, балаларыңа да жақсы жол бағыттамайды. Қазақта мал таппайтын еркек жоқ, тұрарын айт, бала таппайтын әйел жоқ, тұрарын айт деп бекер айтпаған. Отбасының берекесін де, берекесіздігін де кіргізетін әйел адам. Сондықтан балам деп айту үшін ең әуелі ана деген атқа лайық болу керек. Арамдықты ойламай сол балалардың әкесінің жағдайымен өмір сүру керек. Ал әйелім менімен бірге тұрса да алимент төлеймін деп жатқан еркектер, дәлелді түрде әйелдеріңіздің өздерімен бірге тұратындықтарыңызды көрсетіп, сотқа шағымданып, алиментті алып тастаңыздар. Немесе әйелдеріңізді алып барып, сотқа арызын қайта алдыртыңыздар. Мынау жұмыс тапшы, қымбатшылық, онсыз да еркектердің құқығы тапталып жатқан заманда кім көрінгенге жем болмаңыздар.